Біздің аймақтағы балдар кешке жақын қолшамен тығылмаша ойнауға шығатын. Сол уақытта жасым 10-да болатын. Қолшамен ойнаудың не екенін білесіздер ме? Бұл да сол сияқты тығылмаша ойын, бірақ қараңғы уақытта бір-бірімізді қолшамен іздейміз. Егер іздеп жүрген адам біреуді тапса, бар болғаны сол тапқан адамның есімін айқайлап шақыру. Менің үйімнің артында үлкен қалың орман болатын. Сол біздің ойын аймағымыздың шегі еді. Қай жерге болса да тығылуымызға болатын еді, тек орманда емес. Өйткені ол жерде біреуді табу өте қиын. Оның үстіне адасып кету де оңай болатын. Әрине, бірақ өзін тауып алады деп қорықса, бұл ережені ұмытатындар да көп еді. Балдар анда-санда талдардың арасына тығылатын еді. Сол орманда тығылғандар өз жерін көрсетіп, кейде ағаш арасы бізді қорқытушы да еді. Бір күні мен көршімнің ауласына тығылған едім. Ол жерде шағын әткеншек бар. Қол шам жарығы түскенде барынша тақалып отырып қалатынмын. Бір сәтте үй бұрышынан біреу шығып, жарығын тура маған қарай жақты. Мен білдіртпей орманға қарай қаштым. Бір минутқа мені байқап қалған жоқ па екен деп бұтақтар арасында тұрып қалдым. Байқаса есімімді атап шақыратын шығар деп. Жарық біраз әткеншекті айналып жүрді да маған қарай жол тартты. Бірер уақыт өте маған үй иелерін мазалаған жоқпын ба деген ой келді. Біздің аймақтағы үлкендер біздің түн уақытында ойнайтынымызды білетін, бірақ олардың аулаларына кіргенімізді жақтырмайтын. Артында келатқан адамның кім екенін көру үшін талдың артына тығылып отырып қалдым. Әлгі адам жарығын тура менің бетіме әкеліп жақты. Көзімді жабу үшін қолымды көтеріп алдым. Бір қызығы, ол маған бір сөз айтпады. Бар болған маған қарай қол шамды жағып тұрды. «Сен мені таптың!» деп айқайладым. Егер үй иесі болса, біздің ойын ойнап жүргенімізді түсінетін шығар деген үмітпен. Кейін менен екі үй алыста балдардың қолшамен бірін-бірін қуып ойнап жүргендерін көріп қалдым. Орнымнан тұрдым да бұл адамның кім екенін жақсылап көргім келді. Ал ол болса, сол күйі маған жарығын жағып тұрды. Сол кезде бойымды қорқыныш бойлады. «Кешіріңіз, сіздің үйіңізге тығылғаныма», деп айттым. Әлгі адам ақырындап маған қарай жақындай берді. Ол маған бір күдікті көрінді. Мен де артқа қарай жүре бердім. Әлгі адам жарығын маған қарай жаққан күйі жақындай берді. Содан мен қаша жөнелдім. Артыма қарасам, әлгі адам қалыспай жүгіріп келатыр екен. Тағы болса, ол үлкен кісі еді. Ірі және менен жылдам. Осы кезде маған шынымен қорқынышты болды. Ол мені не үшін қуып келатқанын түсінбедім. Басында ойнап жүрген басқа балаларға қарай жүгірдім. Бірақ олар тым алыстап кеткен соң орманға қарай кіріп кеттім. Енді міне, белгісіз адаммен бірге-бір жалғыз қалдым. Қашып баратқанда аяғыма бірдеңе ілініп, қалың шөпке құлап түстім. Байқамай қалатын шығар деп шөптермен үстінде жауып алдым. Әлгі адам қолшамын әрі-бері жағып мені іздеп жүргенін көрдім. Түсінсем бұйырмасын, одан маған не керек және оның кім екені. Бар болғаны басқа балалар ойнап жүрген жерде тап болғым келді. Әйтеуір дегенде ол кісі орман ішіне қарай тереңінен кіріп кеткенде, ақырын шөп арасынан шықтым да бірден орман сыртындағы көшеге қарай қаша жөнелдім. Ойнап жүрген балалардың бірі мені ұстап алды. Бірақ оған мән бермей жүгіріп баратқанымда есімімді айқайлап, «Енді сен іздейсің» деді. Мен оған бұл жерде тағы да қолшамен жүрген біреу бар деп түсіндіргім келді. Бірақ ол «Енді сен іздейсің» деп қоймай қойды. Орманға бармаңдар десем де ешқайсысы мені тыңдамады. Жай арамдық жасап, таба алмасын деп орманға кіріп кетпесін деп айтып атқан шығар деген оймен. Ал мен болсам өзімді және ол достарымды
орман ішіндегі адамнан аулақ ұстағым келді. Енді мен іздейтін болған соң, менде де қолшам бар. Орман ішіне кіріп, мені кім аңдығанын көргім келді. Жаным жай табу үшін. Қайтадан әлгі адамның бірінші пайда болған үйіне бардым. Көрші үйдің ауласынан балдардың күліп атқан дауысын естідім. Оларға мән берместен орманға қарай жүрдім. Бірақ жарық байқамаған соң, ол қайтадан үйіне кіріп кеткен шығар деп ойладым. Шындығында білмедім. Сондықтан мен қайта ойынға оралдым. Бірақ дәл қазір орманның ішінде тағы да біреу бар, және ол бізге жақсылық әкелмейді деп қорықтым. Басқа үй ауласынан балдарды тауып аламын деген оймен әр үйге кіріп шықтым. Бірақ ешкімді таппадым. Содан артқа қарай жүгірдім де Букиндердің ауласына қарадым. Буки ханым үнемі ауласына кірлерін жайып қоятын. Тағы оның қызы Шарлотта үйінің айналасына тығылғанды жақсы көретін. Ол менен бір жас кіші болатын. Орман жақтан бір дыбыс естігендей болдым да, сол жаққа қарай жарықты апардым. Орманға кірмеңдер деп тағы да айқайладым да, қайтадан талдар арасынан қолшаммен қарап шықтым. Бір кезде талдар арасынан біреуді байқап қалдым. Тану қиын еді, бірақ Шарлотта ма деп ойладым.